Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Ерғали Дүйсен, бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, пікір жазып, маған тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Мұхтар Әуезов, текшенің бауырында. Бір жылы июльдің аяқ шенінде жайлауда отырған қалың елден түс ауа шығып, қалаға қарай 5 кісі келе жаттық. Бәріміз де салтаттымыз. Қала біздің елдің жайлауынан 3 күншілік жерде етін. Ішіміздегі үлкеніміз Сүлеймен мен сол кісінің замандасы Қали еді. Бұл екеуі бір ауылнай елдің жер жайындағы приговорын алып, қалаға арыз бергелі бара жатқан. Біз 2 жігіт оқуға келеміз. 5-ші жігіт Бейсенбай. Бәріміздің атқосшымыз еді. Ауылдан аттанарда біз тез кетіп қалуға елді қимай, оны мұныға бөгеліп, ақсақалдардың жүрейік деген мезгілінен кеш шығып едік. Өзіміздің ауылдан шығып алған соң Сүлеймен ақсақал, бүгін кешке таудың күнгейінде отырған елдің біріне барып түсіп, ас ішіп алып, түнғатып жүріп кетеміз. Түнде жүріп таудан асып алған соң, ар жағындағы жолдың қиындығы болмайды. Ертең күн қызғанша ойдағы елге де барып қаламыз. Түнде жүрген жүріс адамға да, атқа да жеңіл болады, деп, жол туралы өзінің істеген байлауын бізге білдірді. Біз үндемей көндік. Бізге ауылдан шығып кеткен соң, қалай жүрсек те бәрібір сияқтанып еді. Оның үстіне таушы мен жарық айлы түнде жүру өз бетінде бір көңілді жүріс болатындай көрінді. Сол бетпен ымырт жабылып бара жатқанда, қалың таудың күнгейінде отырған 3-4 ауылға келіп, соның біріне түстік. Ақсақалдар күні бойы үй иесімен әңгімелесіп отырды. Біз шай ішіп алған соң, түн қатардың алдында ұйықтап алмақ болып жатып қалдық. Бірақ көпке шейін ұйқы келмеді. Көз алдымнан бүгін шыққан ауылдың жаз бойғы қызығы, жайлаудағы өмірдің көз көрген көп желігі, рахаты бірінен соң бірі келіп елестеп, ұйқы бермеді. Ақырында талып шаршағандай болып ұйықтап кеттім. Біз оянғанда етті жасап, алдымызға әкеп қойған екен. Үйдің іші ала көлеңке, жеке жаққан шам жоқ. Жарық қып тұрған қазан ошақ астындағы тезектің оты. Бұл кейде өшуге айналып бәсеңдеп, кейде жалыны үлкейіп лаулап, жарқырап кетеді. Үй іші оттың күйіне қарап біресе қоңырқай тартып, қарауытып күліңкеге айналады. Біресе түсі жадырап, күлгіндей болып көңілденеді. Шала ұйықтағандықтан меңзең болып бойды көтер алмай, ұйқылы көзбен отырып тамақ ішіп алған соң, өзімізді өзіміз зорлықпен сергітіп атқа міндік. Кештен бері отта тынығып, белі көтеріліп қалған аттар түнгі жүріске өте көңілді сияқтанды. Ығысып, жіті жүріп, қатты аяңдап есіп келе жатыр. Ат үсті алғашқы мінген жердің өзінің көңілді желігімен ұйқыны ашып жібергендей болды. Бүгінгі түн жарық, айлы, қалғып қана тыныс алған майда түн еді. Көңілге әлдеқайда тоғайлы, ұйқылы, маужыраған сайда күбірлеп сөйлеп, сүлдер құрып, үзіліп тұрған көздерді еске түсіргендей еді. Түн сондайлық өзгеше демалыстың, жанды сағаттың түн еді-ау. Шіркін, құрбының сондағы тілі тәтті еді-ау, деген әлсіз арман ойға леп-леп ұрады. Ауылдан шығып біраз жүрген соң тау ішіне кірдік. Біз жағалап келе жатқан жіңішке өзен кейде жағасы ұсақ тоғайлы болып, кейде қалың шалғынды болып, иіріліп, көлденең таудың ішін жарып өтуші еді. Соның жағасындағы жалғыз аяқ жолмен бірде шұбырып, бірде қатар жүріп келе жаттық. Жанымызда жіңішке өзен сылдыр қағып, жас жыланша сумаңдап, нәзік тілмен бір нәрсені былдырлап айтқандай болып, еріп келе жатты. Кей жерде суы кеңейіп алаңға шығып,
Ай сәулесімен ақ беті жарқырап күлгендей болады. Кей жерде күлкілі жүзі өзгеріп, қоңырқай тартады. Елсіз шың, ұлы таудың іші жым-жырт. Өзеннің бір сыдырғы сыбырынан басқа, дүниедегі ұйқы тыныштығын бұзған ешбір естілген дыбыс жоқ. Тау ішімен өзенді өрлеп көп уақыт жүрдік. Сай мен өзен тау ішінен мүйіс жасап еріліп бұралған сайын көз алдымызға жаңа сурет, жаңа көрік көрініп отырды. Жалғызақ анда-санда әлдеқайда тау астындағы жүрген түн құстарының бір қалыпты қатты дауыспен жүргіншіні шошытқандай болып, қылғанып айтып қалған сұңқылы естіледі. Кейбіреулері қарауытқан ұйқылы қанаттарын жалпылдатып қағып, мезгіл-мезгіл біздің үстімізден өтіп кетіп жатты. Уақыт түн ортасынан өтіп, таңға жеңіл бір ұйқының шамасындай қалғанда, таудың тең жартысынан өттік. Алдымызда Қоянды тауының ең үлкен биігі, текшенің қара қошқылданған биік басы көрінді. Жүретін жолдың азайғанына бәріміз де көтеріліп, сергей бастадық. Қатарымызда келе жатқан Сүлеймен ақсақал текшенің басын көргенде есіне бір әңгіме түскендей болып, бізге бұрылып қарап, балалар, жолдың өзі де қысқарып қалды. Сендердің ұйқыларыңда келген шығар. Мен жол қысқарту үшін бір әңгіме айтайын, деді. Біз ықыласпен тыңдайтынымызды білдірдік. Сүлеймен ақсақал жас кезінде елдегі көп құрбыларының әуеніне кіріп, ұрлық қылған еді. Ол кезде алысқап топтанып аттанып, бейнетті қиын жол көріп, соғыста болу ескі батырлықтың сарқытындай көрініп, ел ішінде қолы бос жүріп желік іздеген бозбалаға ең қызықты істің біріндей болыпты. Тіпті жауынгерлік, өнерлік саналыпты. Сүлеймен сол ретпен неше жылдай аты шыққан тынымсыз ұры болып жүріп, артынан тоқтатқан екен. Біз әңгімесін күтіп келе жатқанда, ақсақал насыбайын баптап, иіскеп алып, мынау көрініп тұрған текшенің биігін көрген сайын, жас күнімізде істеген бір тентектік еске түседі. Көп заман болды. Жылында кем болса, 2-3 рет топтанып аттанушы едік. Ол күндегі қолбасы Жобалай батыр болатын. Атағы шығып жүрген кезі, жасы сонда 30-35-тің шамасында. Аттанарда бізге астыртын хабар жібереді. Пәленше күні аттансын, пәлен жерде табысамыз деп. Айтқан күнінде хабарын екі қылмай қуанып аттанамыз. Сонан соң ал селге кетіп, 1 ай, жарты ай жүріп қайтатынбыз. Бір күні ел жайлауда еді. Бәйгі тор ат деген атым бар еді. Соны әбден мейіздей қылып қатырып алған кезім еді. Кешке жақын әлгіні суарып, енді бір қызығын көрсем ау деп тұр едім. Құдық басына бір жігіт келіп, Жобалайдан хабар әкелді. Бүгін түнде не қылса да текшенің бауырына жетсін. Өзге жұрт сол жерге жиналды. Ертең кездесетін бір жау бар, депті. Ауылдың үлкендері көрсе жібермейді. Әкемнің дәулеті сол күнде де мол болатын. Сондықтан менің ұрлық қылғанымды барлық ағайын туысқан иттің етінен жек көретін. Ұрланып жөнелдім. Болжал жерге жеттім. Жете бере, әуелі бір ек артпа кезең бар еді. Соған шыға келсем, аттарына өре салып қоя беріп, қараусыз, дәнеңесіз, қаннен қаперсіз жатыр. Көп кісі жиылып қалған екен. Сонан бұларды бір қорқытайын деп, қиқу салып, қапта деп тиіп кеттім. Аттар үркіп, жосып шығып кетті. Бір талайы есі шығып бұрылып қалды. Келе араласып, бір-екеуін төбеден сойылмен нұқып, бас көзді, деп жүредім, ешқайсы мені таныған жоқ. Бір мезгілде артыма қарасам, жалаң аяқ, жалаң бас,
қолында басы шәугімдей ұзын қайың шоқпары бар Жобалай. «Ей, кәпір-ай, жасанып жатқан топқа жалғыз шабатын сен Жобалай шығарсың», деп келіп қалыпты. Сонан соң, мынау бір жерімді ұстатады екен деп шошып кетіп, бетіне қарап күліп жібергенім тани кетті. Бәрі де тұрды. Жиылып әңгімеге кірістік. Қайда барамыз? Не істейміз дестік. Жобалай жайды ұқтырды. Соның алдында бәріміз бірдей кіжініп, өштеніп жүрген жеріміз Найман ішінде бір Мырзатай дегеннің ауылы болатын. Жазғытұрым сол ауылдың үстімен ар жағындағы керейге Жобалайдың інісі Сыпатай қасында екі жолдасымен аттанып бара жатқанда, далада ұстап алып тонап, өлім шығып сабап, содан бір ай дегенде зорға келген. Қасындағы жолдастары қашып кетіп, өзін таудың ішінде елсізде сабап-сабап, мыжғылап, өлуге айналған соң, енді бұл өлді деп бір тасқа тығып кеткен. Артынан 5-6 күннен соң, тағы сол жолмен бара жатқан біздің елдің 5-6 кісісі әлгі тастың тұсынан өтіп бара жатқанда ыңырсыған дыбысты естіп, тауып әкелген. Содан 2 айдай қалжа жеп емделіп, зорға дегенде үйге таяқпен кіріп шығатын болып, ауылда жатқан. Біз сол үшін Найманға кектеніп, енді қалай өш аламыз деп тісімізді қайрап жүргенбіз. Жақында Жобалай сол оймен жүргенде бір хабар алыпты. Мырзатай ауылының бір мырзасының ойдағы бір матайда қалыңдығы болады екен. Соны көп жасау жабдықпен ұзатып әкеліп келе жатыр екен. Бір-екі күнде біздің елдің тұсымен өтеді депті. Бізді Жобалай сол үшін жиған екен. Сол хабарды естіген соң бәріміз де қуанып кеттік. Енді қашан соқтығар екенбіз деп асығып шиыр шығаттық. Сонан ақылдасып алып, оларды тоспақ жеріміз төбеттің қызылы болсын деп соған қарай бет алып жүріп кеттік. Түс ауа сонда келіп орнадық. Төбеттің қызылынан 1 шақырымдай жерде үлкен қара жол бар. Наймандар сонымен жүрмекші. Маңайда ұшқан құстан басқа дым жоқ. Құлан елсіз. 2 кісіні кезекпен кезек қарауылға қойып, өзіміз етектегі бұлақтың басына келіп, ас істеп ішіп жаттық. Сонымен кеш батты. Екінді мен ақшамның арасы еді. Келмеді ғой деп бәрімізде көңілсіз тартып отырғанымызда, биіктің басында қарауылда қарап отырған кісіміз қолын бұлғаң еткізіп хабар қылды. Атқа тұра-тұра жүгірістік. Бәрі де ерттеулі, өресімен жүрген. Келіп әп сәттің арасында мініп алдық. Санымыз сонда 20 шақты, тура бір қолымыз. Сол арада қарауылда отырған кісіміздің біреуі келді. Құда-құдағилардың 20 қаралы кісісі топталып келе жатыр. Бүгін Қызылбұлаққа қонатын түрі бар. Енді тосып алыңдар деді. Бұл жолда төбеттің қызылы деген биік жүргіншілердің бәріне белгілі қауіпті жер болатын. Бұлар сондықтан топтанып келе жатқан ғой. Көптігіне де сеніп келе жатқан шығар дестік. Бірақ елсіз жерде, ен далада болған соң, бұларды ала алмаймыз деген күдік көңілімізге тиді келген жоқ. Аяғында күн батып, көз байлануға тақалғанда, жүргіншілер біздің қатарымызға келді. Сонан соң төбеттің қызылынан қара жолға қарай шұбатылып баратын бір ұсақ адыр бар еді. Соның қабатымен алдын ала салдық. Адырдың шеті тақ қара жолға барып бітуші еді. Сол жерге келіп, балта сабы 2 кезеңнің түбінде қақ бөлініп тұра қалдық. Түрлерімізден адам шошығандай болып кеткен екенбіз. Тымақтың құлағын тегіс жымыра байлап алғанбыз. Өңіміз сұп-сұр, қолда бір шашақты найза. Қара сойыл, ұзын айбалта. Азғантай уақыт қана тостық. Бір мезгілде кәдімгі көшкен елдей ырғалып, жырғалып, жаймен келе жатқан қыз келіншек, бозбалалар. Дөң астында тұрып,
екі қыздың қосылып салып келе жатқан әнін де естідік. Сонан әбден жақындап, екі шарқан бойындай ғана жер қалғанда қиқуды салып, ағашты қағыстырып, сатырлатып келіп, тиіп кеп кеттік. Жерде айғай, көкте айғай болды. Жүргіншілер жер астынан шыққандай болып, самсаған сары-сары қол қаптап қоя берген соң, есі шығып кетті. Қашуға да шамасы келмеді. Келе араласқанда топырлатып түсіре бастадық. Қару жоқ. Сасқалақтап жүргенде бір екеуінің қолына ғана ағаш түскен екен. Қарсылық көрсеткен солар болды. Олардың біреуі қыздың жас бауыр екен. Біз өзгесімен айналысып жүргенде, жанды бермек оңай ма? Қалыңдық пен құдағидың айналасына келген кісіден 4-5 кісімізді түсіріп тастапты. Аяғында өзгесінің бәрі құлаған соң, немені оларды да түсіріп алдық. Кеу жігіт біреуді алдына салып қуып келе жатқанда, жобалай артынан келіп, қара құстан қағып жібергенде, аттан тымақша ұшты. Әйелдерін ұрғанымыз жоқ, аттан түсіріп алдық. Қыз Матайдың ең бір бай жерінің қызы көрінеді. 6 қанақ оқ отаумен 10 шақты түйеге жасау артып, толықсып келе жатқан бет екен. Бір топ қыз келіншек нөкері бар, қара көз, қызыл жүзді, аққұба қыз. Жасы 19-20-сының шамасына келген. Сұлу пішіннің толықсып тұрған кезі. Жасау дегеннен көз тұнады. Біз келіп түсіріп жүргенде, еркектерінің бірде-бірі бір ауыз сөз айтуға жарамап еді. Бір мезгілде қызының жанында тұрған келбетті, семіз, ақ бәйбіше: «Әй жандарым, сендердің де әпке қарындастарың, алдарыңда тілеулерің бар ғой. Мынау қойнымдағы алтынымдай сақтаған жалғыз балам еді. Бөтен елдің босағасын жаңа аттағалы келе жатқанда, бақытын күйдірмеңдер, аяңдар. Іздегендерің мал, дүние болса, осы әкеле жатқан жасауымның ішінен қалағандарыңның бәрін алыңдар. Бірақ біздің бетімізбен қоя беріңдер», деді. Сонан соң сүрілгендердің бәрінің атын алып, өздерін топтап иіріп қойып, өзді өзіміз кеңестік. Арамыздағы кейбіреулер жасауын алып қоя берейік деді. Сонда жобалай тұрып: «Менің іздегі жүргенім әлі дүние ме екен? Олай болса, Найманның жылқысын алудан оңай нәрсе бар ма еді? Мен Мырзатай ауылының өмірінде есінен кетпестей кек алмақшымын. Жасау сөз емес. Алдымен бірнеше күнге дейін тұтқын қылып жатамыз. Қазір бәрінің де көзін таңып, еркектерінің тегіс қолын артына байлап, атқа мінгізіп, текшенің бауырына алып барамыз», деді. Бәріміз де осыны мақұл көрдік. Сонымен осы айтқанды істеп, қатын қыздарды улатып шулатып, текше қайдасың деп, ел жатар мезгілде тартып жөнелдік. Келген соң тұтқындарды әрбір жерге отырғыздық. Жүкті түсіртіп, 5-6 күркені тіктік. Биіктің басына қарауылды мықтап қойдық. Тұтқындардың күндіз түні көзін шешпейік деп сөз байластық. Жерді танымасын, түсімізді, атымызды білмесін. Және біреуіне не қылып жатқанымызды екіншісі сезбесін дедік. Сонымен 3 қыз, бір келіншекті бір бөлек қойдық. Қыздың шешесін бұлардан аулақ жерге қасында бір қатынмен бір бөлек қойдық. Көз танулы, қол байлаулы. Қасында аңдып тұрған жігіттер. Күндіз түні дүниеде не болып жатқан ешқайсысы да білмейді. Тамағын шетте жатады. Жалынып жалбарынса да, жыласа да бірде-бірін құлақ қалмаймыз. Естімеген кісі болып үндемей жүре береміз. Сонымен қойшы, 4 күн тұтқын қылып ұстадық. Сол уақытта көрген қызығымыздың ұшы қиыры жоқ. Ерте бастан 2 аппақ күркені өзге жұрт жатқан жерден бөлек бір сайға апарып тіккенбіз.
Жобалай ұзатылып келе жатқан қызбен сол 4 күндей бір күркені жеке алып, күндіз түні шықпай жатып алды. Өзгелеріміз қалған қыз келіншекпен мәз болып жаттық. Бізге тиген әйелдер біраздан соң өзімізге үйреніп, қалжыңдасып, ойнап отыратын болды. Ана ұзатылып келе жатқан қыз дүниедегі қайтпайтын қайсар адамның бірі екен. Сол 4 күнде жылаудан көз ашқан жоқ. Жобалайға: менің бақытым күйді, жарық дүниеге көрінер бетім қалған жоқ. Енді қызық, бақыт маған жоқ. Сондықтан кіммен қарайсаң, сонымен ағар деп, енді ит болсаң да, сенмен қалар едім. Бірақ дүниедегі ең жек көретін адамым, ең қатты дұшпаным сенсің. Өзім көрген жанның ішінде барып тұрған жауым сенсің, депті. Жобалай: сол арада бетімнен отым шыққандай болып ұялдым. Бірақ онымен дауласайын ба, үндегенім жоқ, деді. Сөйтіп дәл 4 күн, 4 түн ертегінің қызығындай қызық көріп, 5-ші күн түнде жүктерінің бәрін дәл өздеріндей қылып тиеп, бір сабақ жібін алмастан, бұрынғымызша аттанып, жолына алып барып, беттерін өз елдеріне қарай түзеп қойдық. Көздері әлі таңула, өздері не болғандарын білмейді. 4 күндей дүниені көрмей әбден мәңгі болып кеткен. Оның үстіне қайда баратынымызды, жүгін қайтетінімізді ешбіріміз айтқан жоқпыз. Жобалайдың батырлығынан бұрын сондай жерде адамның ойына келмейтін қулықтарды табатын айла кестігі бөлек еді. Әлгінің бәрін істеп жүрген соның өзі. Тұтқындарды түгелмен жолдың үстіне қойып, ішінен көзі таңулы бірақ кісіні Жобалай жетектеп алып, бізге «жүріңдер» деді. Бәріміз жүрдік. Бір дөң асып келген соң, бізді тегіс екінші дөңнің астына жіберіп, жалғыз өзі қалып, әлгі тұтқынның қолын босатып, көзін ашты да: ана жолдастарыңа барып, бәрінің де қолын шешіп, көзін аш. Содан соң жолдарыңмен Құдай деп жүре беріңдер. Бір сабақ жіптеріңді алғамыз жоқ. Менің атым Жобалай. Мырзатайдың ауылы биыл ар жағындағы керейге бара жатқан менің інімді ұстап алып, өлім шығылған екен. Бұл істегенім соның кегі. Мырзатай ауылы менің де іргелі ел екенімді білсін, депті де қоя беріпті. Сонымен Найман өз бетімен тартып жүре берді. Біз де өз бетімізге кете бердік. Сол енді о заманда болмаған. Ел шабысатын үлкен ісі болса да, әлгінің артынан тырс еткен сөз шықпай өшіп қалды. Өшірген қалыңдық болса керек. Бағанағы жолдасы барып көздерін ашқан соң, қалыңдық қасындағы жолдас қыздарын шақырып алып, не көріп, не білдіңдер, айт депті. Оларға Жобалай айтпа десе де, біздің жігіттердің кейбірі айтып қойған екен. Қалыңдықты біздің батырымыз алып жатыр деп. Қалыңдық өз жолдастарынан бұны естіген соң, оларға өле-өлгенше бұл сөзді еш қайсың сыртына шығарма деп мықтап тапсырып уәде қылыпты. Сонан соң еркектерге, шешелеріне төртеуміз бара жаттық. Ештеңе көргеніміз жоқ депті. Сонымен қыздар көрген білгенін жасырған соң, Найман дүниесі бүлініп, шашылғаннан аман болған соң, неменеге өштессін. Олар да бұл турадан сөз қылуды тоқтатып, өздері өшіруге себепші болды, деп Сүлеймен ақсақал әңгімесін бітірді. Бұл уақытта таң ағарып атып қалыпты. Біз тау ішінен өтіп жазыққа шығып едік. Әңгіме біткен соң, бұрынғы аяңды қойып, желіп жүріп кеттік.